Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта аралас жекпе-жек және жауынгерлік самбодан жаттықтырушы Мұқанов Ербол ағайымыз. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Қош келдіңіздер. Алғашқы сұрақ, қай өңірде және қай жылы дүниеге келдіңіз? 1990 жылы 12 мамырда Қостанай облысы Амангелді ауданында дүниеге келдім. 94 жылдан бастап осы Арқалық қаласына көшіп келіп, балалық шағым осы Арқалық қаласында өтті десем болады. Спортқа қалай келдіңіз? Қай жылдар басталды? Алғашқы спортқа келуім 10 жасымда дзюдо күресінен бастадым. Алғашқы бапкерлерім Садыкова Салтанат апай, Эльмира апайларым болған. Одан кейін Сарбаев Абай, Қанатханұлы ағайымызда біраз жаттықтым. Жалпы сол кездегі барлық жаттықтырушылардың үлесі зор болды менің спортта алғашқы қадамыма. Рүстем ағайлар болсын, Ербол ағай болды, және Азамат ағай, Алтынбек ағайлар, Махаббат апай. Осы кісілердің барлығы менің спортта алғашқы қадамыма себепкер болған кісілер. Осы кісілердің барлығына рахметімді айтамын. Аралас жекпе-жекке қалай келдіңіз? Аралас жекпе-жекке 16-17 жасымда келдім десем болады. Себепкер болған менің өзім туған ағам Мұханов Сәбит. Одан кейін жолдас балаларым болды. Оспанов Арман, Дәулетов Бақыт деген. Осы жігіттермен бірге аралас жекпе-жегін бірге дайындық жасап, одан кейін әрбір жігіт өз-өзін сынағысы келеді ғой. Мысалы күресте, дзюдода дайындалып жүрген кезде иппон дейді, таза лақтырғаннан кейін жекпе-жек аяқталады, күрес аяқталады. Бірақ өзімді сынағым келді, шынымен жекпе-жекте мен өз-өзімді қалай ары қарай мысалға құлатқаннан кейін жекпе-жек жалғаса береді. Оның ішінде ұру бар, тебу бар, соққы бар, қылқындыру. Сол жерде мен өз-өзімді қалай көрсете аламын деген сол қызығушылық мені ары қарай осы аралас жекпе-жекке алып кетті деп айтсам болады. Алғашқы жекпе-жегіңіз есіңізде ме? Алғашқы жекпе-жегім 2018 жылы Астана қаласында қоян қолтық ұрыс дейді ғой, рукопашный ойдан. Содан бір турнир өтті. Сол жарысқа қатысқан кезде енді әрбір енді шынымен жекпе-жекке шығып көрмегесін алдында. Оған дейін кинолар көресің, жай дайындықтар істейсің. Сол кезде өзінің ойыныңда бір керемет төбелесетін сияқты бір ой қалыптасады да. Бірақ енді шынымен жарысқа шыққан кезде сенің ойын мен шынайы жекпе-жегің екі түрлі екенін түсінесің да. Сол алғашқы жекпе-жекте енді күрестім, бірақ қатты таяқ жедім десем болады. Содан кейін мен өзіме ашуландым десем болады. Қатты ашуландым, намыстандым. Одан кейін бірақ үлкен сабақ болды. Аралас жекпе-жекке тек қана бір бағытты дайындалуға болмайды екен. Аралас жекпе-жекке күресінде болу керек, ұруында, төбелесінде барлығын қатар алып жүру керек. Сол кезде ғана нәтиже көресің деп ойлаймын. Ол жарыста сол бірінші жарысты жеңіп қалдыңыз ғой сонда, иә? Бірінші жарыс жеңіп қалдым десем болады, иә. Енді өзімнің ойымдағыдай шықпады. Өзімше барған кезде бір керемет өнер көрсетейін деп бардым. Бірақ шынайы төбелеспен жаңа ойым екі түрлі екенін қазір кейбір жастарды көресің. Ағай, жарыс бар ма, жарысқа шығайын деп келеді бірден. Дайындалмайсың ба десең, ағай мен дайынмын дейді. Сол кезде менің өзімнің алғашқы жекпе-жектерім, алғашқы бастаған кездерім есіме түседі да, мынау балада әлі тек оймен ғана төбелесіп жүрген ғой деген бір ой келеді да. Аралас жекпе-жек ол PlayStation емес қой дейсіз. Иә, ол PlayStation емес. Бапкерлікке қалай келдіңіз? Бапкерлікті 2012 жылы бастадым десем болады. Алғашқыда жаныма 4-5 бала жинап, алғашқы тәжірибемді бастадым. Оның ішінде өзінде барсын. Шоқан мектебінің артында далада дайындалып жүрдік. Өзде арнайы спорт зал жоқ. Қысы жазы, аяз болсын, жаз болсын, ыстығы болсын, әйтеуір далада дайындықты бастадық. Бізді көрген мектеп директорлары бізде енді танымайтын адамдар далада дайындалып жүргесін шошиды ғой. Сол кездегі мектеп директорлары оқушыларды, ата-аналарды жинап, мына жерде біреулер дайындалады, дайындық жасайды, оларға балаларын жібермеңдер деген сияқты мектеп жиналыста болған. Бірақ қазір Аллаға шүкір жаман емес. Сол қиындықтарға шыдап, қазір Аллаға шүкір спорт залымыз бар.
балаларда жаман емес, жақсы нәтижелер көрсетіп жатырмыз. Одан кейін мынау 2017 жылы официально десек болады, документ жағын туралап жекпе-жек аштық. Сол кезде де мынау Ағарыс кафесі бар, соның бір бөлмесін жалға алып бастадық. Сол кезде де мектеп мұғалімдері шығып, сіз қайдан келген, жаттықтырушысыз, не спорт, сіздерге участковыймен барып тексереміз деген сияқты сондай бір түсініспеушіліктер болды. Енді әрине ол болатын нәрсе ғой. Оқушылар да, ұстаздар да, мектеп директорлері де уайымдайды, балалар үшін алаңдайды. Сондай бір этаптардан өттік десек болады. Қызықты кездердің көп болды дейсіз ғой. Қызықты кездер де көп болды. Енді спорт болғасын, өмір болғасын, бұл жол, бұл жерде ащысы мен тәттісі қатар жүреді ғой. Аралас жекпе-жекті жастарға үйрету зиян емес пе? Көшеде сол үйренгендерін көшеде көрсетіп жатса, сосын қандай пайдасы бар оның? Соны айтып өтсеңіз. Жалпы мен бұл мәселені былай түсіндіріп өткім келеді. Мысалға, соғысты бәріміз жек көреміз, соғысты ешкім қолдамайды, бірақ әрбір елде өзінің әскері бар. Міндетті түрде ер азаматтар денсаулығы жарап тұрса, әскер қатарына қосылып, өз борышын өтеп келеді. Қару ұстауды үйренеді, атуды үйренеді, тәртіпті үйренеді деген сияқты. Ол соғыс болмаған жағдайда жалпы әрбір еліміздің азаматы ел қорғауға міндетті, қорғай алуға міндетті. Сол секілді мынау аралас жекпе-жекте де менің ойым, әрбір қазақтың жігіті білуі тиіс деп ойлаймын. Бір-бірімен қырылу мақсатында, бір-бірімен төбелесу мақсатында емес. Жалпы ер адам спортпен айналысу керек, жан-жақты мықты болу керек. Одан кейін мынау жалпы бір адамға ғана міндетті емес, мынау жастарды тәрбиелеу. Бір бала өзінің бір мінезі болады, ол мінез осы спорт арқылы түзелуі мүмкін. Жеке өз басым осы спорттың себепкерлігімен көшенің төбелесінен, көшенің жаңағындай айқай-шуынан алыс болдым деп ойлаймын. Енді бір Алланың өзі сақтап қалды деп ойлаймын. Тренировкада, жарыста бүкіл энергияң шығып кетеді, бүкіл энергияны жоғалтасың. Одан кейін көшенің төбелесіне қарағың келмей кетеді. Одан кейін жалпы психологияны алып қарасақ та, мысалға мен бір жарыста болдым, жекпе-жек және қатар басқа бір күрес түрлері өтіп жатты. Сол кезде біздің жекпе-жектің барлық спортсмендері, Қазақстанның мықты спортшылары жиналды. Сол жерде барлығы қарапайым. Өйткені біледі да, ертең клетканың ішінен шығады, ертең талтандап жүрген, бұлай өз-өзін көрсете алмай жүрген жігіттер ертең клетканың ішінде ұйықтап қалуы мүмкін. Сондықтан да барлығы да қарапайым, өзі бір кішіпейіл болып қарапайым болып жүреді. Бірақ дәл сол кезде параллельно бір күрес түрлерінен жарыс өтіп жатты. Сол жерге кіріп барған кезде атмосферасы басқа. Ол жерде бәрі талтандап, бір образда жүреді, жаңағындай бір өздерін көрсеткісі келіп жүретін сияқты. Сол кезде ойлаймын, мына жерде қайсы мықтырақ? Негізгі шыны керек, енді аралас жекпе-жектердің атасы ғой енді. Сол жердегі спортшылар қарапайым да, мынандай жерде неге осы жерден де көруге болады да, спорттың, аралас жекпе-жектің егер шынымен дайындалатын спортшы, ол тәкаппарлыққа бой алдырмайды. Өйткені білет, бүгін кеудесін керіп жүрсе, ертең клетканың ішінде ұйықтап қалуы мүмкін. Сондықтан да тәубесіне келуі мүмкін. Одан кейінгі мәселе, жалпы жастарды тәрбиелеу тек қана тренерге байланысты емес, жаттықтырушыға байланысты емес. Жалпы мынау мектеп, колледж, институт болсын, жалпы ұстаздары болсын, ата-аналары болсын, жаттықтырушылар, жалпы қандай маман иелері бар, барлығымызда атсалысып бірге жұмыс істеуіміз керек. Оны бірден мынау аралас жекпе-жекпен айналысады екен, соның оқушысы бұзық болып жүр деген сияқты бірден кесіп айтуға болмайды. Себебі ол баланың аралас жекпе-жекпен араласпай тұрып та өзінің бір бұзық мінезі болуы мүмкін. Кейбір мұғалімдер, ұстаздар, мектеп директорлері болсын, біреулер хабарласып жатады, сіздің тәрбиеленушіңіз мынандай
бір бұзақылық жасады деген сияқты. Енді бұл жерде былай айтар едім, баланы біреуге итеріп тастаудың да қажеті жоқ. Бұл жерде маған хабарласқан кісілер былай хабарласса, Ербол, мынау біздің шәкіртіміз, оқушымыз сізде де дайындалады екен, бірігіп осы баланың тәрбиесіне жұмыс жасасақ деп бір сондай бір ұсыныспен хабарласса, қуана келсем. Айтқым келіп тұрған жаңағындай, біреуді мысалға өзімде дайындалып жүрген бір баланы естісем, мен оны шығарып тастасам, енді қатыспайсың деп, ол бала одан бетер бұзық болып кетіп, одан ары қарай бір зиян заттарға кетіп қалып жатса, ол бір қателік жасаған болып есептелемін. Сондықтан да ол баламен мейлінше жұмыс істеу керек, ол баламен мейлінше ашу керек. Былай қарап отырсаңыздар, әрбір ұстаз, әрбір тренер, баламен жұмыс істейтін әрбір маман иелері бір жағынан психолог та болу керек, оның ата анасы да болу керек. Өзінің жақынына қалай жанын ашса, тек қана енді әрине бірінші кезекте отбасы асырау, бірақ дегенмен де қоғамды ұмытпау керек, қоғамға пайдамыз тигізуді ұмытпауымыз керек. Жалпы айтқым келген осы. Жалпы бұзақылықты тудыратын аралас жекпе-жек емес негізі. Қаламызда, елімізде спортты дамыту үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Спорттың тек қана аралас жекпе-жек емес, жалпы спортты дамыту үшін қандай спорт болмасын, барлығы атсалысу керек. Жаттықтырушы өз жұмысын сүю керек. Қатысып жүрген баланың ынтасы болу керек. Ата-аналар қолдап отыру керек. Мысалы, кейбір балалар болады, оның ниеті бар, айналысқысы келеді осы спортпен, бірақ ата-аналар қарсы. Немесе керісінше, ата-ана баламды дайында дейді, бірақ баладан ешқандай бір құлшыныс көрмейсің. Бұл кезде де қатты бір нәтиже болмайды. Сондықтан да жаттықтырушының да, баланың да, ата-ананың да бір жақты қарау керек. Барлығы бір мақсатты жұмыс істеу керек. Одан кейін әрине мемлекеттік жағынан қолдау болу керек. Кәсіпкерлер жағынан қолдау болса, нұр үстіне нұр болады. Жалпы спорт үшін көмектесу керек. Жалпы қоғам үшін көмектесу керек деп ойлаймын. Сол кезде жалпы жан-жақты дамимыз деп ойлаймын. Қазір Аллаға шүкір, біздің мынау өзіміздің қаламыздың басшылығы Әмірхан Бүркенұлы бастаған, одан кейін мынау ұлттық спорт, Қостанай облысының ұлттық спорт және олимпиадалық емес спорт түрлерінің басшысы Абдулаев Мылтықбай бауырымыз, самбо федерациясының жауынгерлік самбоның аға жаттықтырушысы Кабидулинов Ержан бауырымыздың осындай үлкен қолдаулары болып жатыр. Жалпы бізді қолдап жатқан азаматтарымыз, мемлекет әкімшілік тарапынан болсын, үлкен азаматтарымыз қолдап жатыр. Ол кісілерге Алла разы болсын. Қазір енді спортта екінші дыхание дейді ғой, екінші дем. Қазір біздің екінші деміміз ашылып жатқан сияқты болып отыр. Қазір Аллаға шүкір, жағдайымыз жаман емес. Енді жақсы спорт залға алып жатырмыз, жақсы қолдаулар көріп жатырмыз. Енді ойлаймын, бұдан кейін нәтижелеріміз, Алла дейсіз. иә, Құдай қаласа үлкен жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Тек қана бір облыстық, республикалық емес, бір халықаралық, әлемдік деңгейдегі жарыстарда топ жарамыз деп ойлаймын, бұйырса. Арқалықтың жалпы жастары сондай бір характері мықты балалар да, мінезді балалар. Біздің балаларымыз жарысқа шыққан кезде шыны керек, басқа жақтың жаттықтырушылардың көзі біздің балаларға түседі. Себебі біздің балалар соңына дейін жекпе-жек көрсетеді, ұтуға тырысады. Осы нәрсе қалыптасқан бір керемет, бір ата бабаларымыздан қалған бір енді қанда бар мінез ғой, қасиет. Иә, сол осы нәрсені ойлаймын. Енді жалпы қазір мемлекеттен де қолдау болып жатыр. Жастарымызды алға жұмыс істесек, үлкен жетістікке жетеміз. Жастарға айтар насихатыңыз? Жастарға енді айтатын, жаман әдеттерден аулақ болу керек. Оған мынау темекі болсын, арақ ішу болсын, ішімдіктер болсын, тағы да түрлі
жаман әдеттерден аулақ болу керек. Одан кейін мынау қазір жастардың көбісі естіп жатам, лудомания. лудомания дейді, жаңағындай ставка тігу, бір ойындарға кіріп кету, қарызға батып жатады. Сондай бір жаман әдеттерден аулақ болуымыз керек. Одан кейін мынау жастар бір бірімізге сый құрметпен қарай білуіміз керек. Боқ ауыз сөздерден аулақ болуымыз керек. Тілімізді құрметтейік, тілімізді таза ұстайық. Оған жаман жаңағыдай боқ ауыз сөздерді араластырмайық. Боқ ауыз сөз араласқаннан кейін бір-біріне адамның сый құрметі де азаяды ғой. Сондықтан да таза сөйлеп үйренейік, бір-бірімізді құрметтей үйренейік. Жаңағыдай спортшыларымыз болса, жақсы жетістікке жетіп жататын болсақ, тәкаппарлықтан аулақ болайық. Жаңағыдай жұлдыздық аурумен ауырмайық деген сияқты. Өзімді жоғары ұстап, қалғандардың бәрін төмен көрмейік. Бірақ спорттан үлкен жетістіктер көрсетейік. Білімге құштар болайық, білім ізденейік, ғылымға көңіл бөлейік. Еліміздің дамуына үлесімізді қосайық деген келеді. Қоғамға пайдалы болу керек. Қоғамға пайдалы болуымыз керек, дұрыс айтасыз. Керемет сұхбат болды. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Шәкірттеріңізге сәттілік, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Әмин.